Бар болғаны 30 минутта дайын болатын, өте жеңіл, дәмді әрі пайдалы жасымық сорпасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге барлық заттарды турап аламыз. Пияз, сәбіз және жасымықты жуып қоямыз. Қызып тұрған ыдысымызға бір ас қасық сұйық майымызды құйып, ол қызғаннан кейін үстіне пиязымызды саламыз. Барлығын 2-3 минуттан әдемілеп қуырып алатын боламыз. Мінекей, бірінші болып пиязымызды осылай қуырамыз, оның үстіне сәбізімізді саламыз, барлығын кубик етіп турайтын боламыз. Мінекей, әдемілеп, осылай одан кейін бір ас қасық томат пастасын салып, оны жақсылап қуырып аламыз. Күйіп кетпеу керек, арасында араластырып тұрамыз. Енді кезекте бізге бір ас қасық ұн, оны алып, араластырып, әдемілеп қуыратын боламыз. Негізі осы жасымық сорпасының пайдасы өте мол, тез дайындалады, әрі жеңіл, организмге пайдасы көп. Енді кезекте осылай жасымықты салып, оны әдемілеп қуырамыз. Қуырып болғаннан кейін су құятын боламыз. Қуырып жатқанда оттың асты жоғарғы, ең жоғарғысында тұрып қуыратын боламыз барлығын. Осылай араластырып, дәміне қарай кішкене тұз саламыз. Бетін жауып, қайнағанша күтеміз. Міне қайнағанда осындай кішкене бетінде көпірік пайда болады. Астын кішкене баяулатып, 20 минуттай қайнатамыз. Қайнап болған жасымықты блендердің көмегімен осылай еземіз. Содан кейін ыдысқа қайтып құйып, 5-10 минуттай қайнататын боламыз. Міне біздің жасымыз әдемі болып қайнады. Осылай қайнағаннан кейін тұзын көреміз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Мен бірақ қоспадым. Мінекей, енді ыдысымызға құямыз. Чечевичный суп негізі жасымық сорпасы сухарымен ұсынылады. Қасына қызыл бұрыш сепсеңіздер де болады. Және де лимон шырынымен де ұсынылады. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, маған тіркеліңіздер.